Сәлем баршаларыңызға, сіздермен Ақерке. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы майсөктің рецептімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл майсөк өте дәрумендерге бай және де балаларға ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен бізге тары қажет болады. Біз тарыны жақсылап жуып алуымыз қажет, өйткені өте кір болады. Мен 7-8 рет жуып алдым. Суымыз ағарғанға дейін жақсылап жуамыз. Міне осылай тарыны ситадан өткізіп жақсылап жуып аламыз. Тарымыз жақсылап жуылды. Енді осының үстіне қайнап тұрған сүтті құямыз. Сүтті көп құюдың қажеті жоқ. Тарының бетінен сәл-ақ жоғары болып тұруы қажет. Және де бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне осындай тарыны кептіру үшін осындай марлы қолдандым. Жарты сағат өтті. Сүтіміз тарының бойына толықтай сіңді. Енді осы тарыны кептіріп алатын боламыз. Мен осындай марлыге кептірдім. Сіздер қалауларыңызша астына жаңағы қағазды қойып кептіріп алсаңыздар да болады. Шамамен осы тарыны 40 минуттай кептіреміз. Мұны 40 минуттай өтті, тарымыз кепті. Енді бөлек ыдысқа салып аламыз. Және де осы тарымызға қант қосамыз. Мен кішкене тәтті болған қаладым. Көбірек қостым және де сары май қосамыз. Егер де қолдың майын қоссаңыздар өте керемет тамаша болып шығады. Енді жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Майсөк өте керемет болып шығады. Дәрумендерге бай болғандықтан таңғы асқа жаңағы 1-2 қасық жесеңіздер де жетіп артады. Міне осылай шұңқыр ыдысымызға тарымызды салып, алып бетін тегістейміз. Міне толықтай салып, тегістеп болған соң бетіне тарелкеге қойып төңкеріп аламыз. Видеодағындай жасаймыз. Дәл осылай дастарханға ұсынсаңыздар, міндетті түрде әдемі көрінетін болады. Және де тәбетті ашатын болады. Жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Майсөкті міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмі тамаша болып шығады.